Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз қашықтықтық оқыту жағдайында оқу үдерісін жоспарлау. Мақсаты қашықтықтан оқыту сабағының құрамдас бөліктерін айқындау және жоспарын әзірлеу. Мұғалімнің оқу күнін жоспарлаудағы негізгі міндеті аудиториялық оқу барысында өзіне және оқушыларға түсінікті, қолайлы оқу тәртібін қамтамасыз ете білу болып табылады. Алдын ала әзірленген сабақ кестесінің болуы және тапсырмаларды орындау мерзімдерінің алдын ала белгіленуі білім беру үдерісіне қатысушылардың алаңдаушылығын азайтуға көмектеседі. Қашықтықтан оқытуды оқу күнін жоспарлаудан бастаңыз. Оқу уақытын белгілеңіз. Балалар мен ата-аналарға оқудың уақытын хабарлаңыз. Қашықтықтан оқытуда оқу күнін үйреншікті 40 минуттық сабақтар түрінде емес, анағұрлым қысқа, синхронды оқытуда сабақтар түрінде жоспарлаған орынды. Оқушылардың компьютер алдында үздіксіз жұмыс істеу ұзақтығының жас ерекшеліктеріне сәйкес белгіленген нормаларын ескеріңіз. Оқыту барысында міндетті түрде үзіліс жасап, балалардың орнынан тұрып, компьютердан алшақ тұрып, көзге арналған жаттығуларды, бірнеше қарапайым дене жаттығуларын орындауына, су ішуіне мүмкіндік беріңіз. Оқушылардың өзіндік жұмыстарды орындау мерзімдерін нақты белгілеңіз. Тапсырмаларды орындауға берілетін уақыт оқу мақсатына байланысты әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы, 1 сағаттың ішінде орындау. Сіз 1 сағаттан кейін тапсырмаға қайта ораласыз. Ертеңге дейін орындау. Сіз тапсырманы келесі сабақта тексересіз. 1 аптаның ішінде немесе басқа мерзімде орындау, мысалы, жобалық тапсырмалар беру. Оқу күнінің жоспарын құрастырып алыңыз. Күнделікті болатын сабағыңыздың ретін, трансляцияның уақытын, қай сыныптарда болатын, сабақтың тақырыбы мен оқу мақсаттарын және тапсырмаларды тапсыру мерзімін белгілеп алыңыз. Табысты сабақ жоспарының критерийлері. Сабақ мақсаттары оқу мақсаттарына жетуге қолдау көрсетеді. Тапсырмалар оқу мақсатына жетуге бағытталған болады. Тапсырмаларға қатысты нұсқаулар түсінікті және барлық қажетті қадамдарды қамтиды. Тапсырманы тексеруге өткізу, уақыты мен тексеру нұсқалары көрсетілген, платформалардағы автоматты тексеру, өзін-өз тексеру, өзара тексеру, мұғалімнің тексеруі. Тапсырмалар бойынша дескрипторлар әзірленген. Оқыту барысында қолданылатын АКТ қызметтері мен құралдары анықталған болу керек. Немесе төменде сілтемелер көрсетілген болу керек. Онлайн сабақтың әр бөлігіне уақыт белгіленген болу керек. Оқушылардың оқу материалдарымен және тапсырмалармен жұмыс істеуге жұмсайтын уақыты санитарлық гигиеналық талаптарды ескере отырып белгіленгені дұрыс. Қашықтықтан оқытудағы білім беру үдерісін жоспарлауда оның 3 маңызды құрамдас бөліктері ескерілуі тиіс. Бірінші, мазмұны, не оқытылады. Екінші, ұйымдастырылуы, қалай оқытылады. Үшінші, технологиялар, қандай қызмет түрлері мен құралдар қолданылады. Сіз оқушы білім беру үдерісіндегі басты тұлға болып табылатынымен келісетін шығарсыз. Сондықтан, әрбір баланың жеке психологиялық және физиологиялық жас ерекшеліктерінің, оның оқып үйрену деңгейін ескеру қажет. Өзіңізге келесі сұрақтарды қойып көріңіз. Мен өз оқушымды жақсы білемін бе? Олар қай кезде қызығушылықпен оқиды? Олардың оқуына не көмектеседі? Оқуға не кедергі келтіреді? Әрбір оқушының білім алу үшін қандай жағдайлары бар? Егер сіз бұл сұрақтарға жауап бере алатын болсаңыз, сабақты жоспарлау үдерісі тиімді оқу мақсаттарын анықтауға және анағұрлым тиімді тапсырмаларды, әдістер мен тәсілдерді, оқыту құралдарын қамтуға, саралап оқытуды қамтамасыз етуге
мүмкіндік береді. Жоспарлау үдерісі. Қашықтықтан оқыту сабағын оқу сыныбындағы сабақ сияқты емес, сабақ мақсаттарын тұжырымдаудан бастаймыз. Бұл үшін оқуды бағдарламасындағы оқу мақсаттарына шолу жасап, оқушылар сабақта қол жеткізуі тиіс мақсаттарды таңдаймыз. Сынып оқушыларының ерекшеліктерін ескере отырып, сабақ мақсаттарын әзірлейміз. Мысалы, алгебра 7-ші сынып, сызықты функция және оның графигі. Оқу мақсаты функцияның анықтамасын білу, графигін салу, К коэффициентіне қатысты орналасуын анықтау. Сабақтың мақсаты барлығы функция және функцияның графигі ұғымдарын меңгереді. Көпшілігі функцияның берілу тәсілдерін біледі. Кейбіреуі функцияның берілу тәсілдерін ажыратады және функцияның мәнін табады. Назарда ұстаңыз. Сабақтың мақсаты барлық оқушылар үшін қажетті білім көлемін қамтамасыз ететінін және сабақ аясында белгіленген оқу мақсаттарына жетуге ықпал ететінін назарда ұстаңыз. Әрбір оқушының осы оқу мақсатына жетуіне және өздігінен немесе мұғалімнің көмегімен өзінің қол жеткен табыстарын көрсете білуіне көмектесу аса маңызды. Оқушылардың басым бөлігіне және кейбір оқушыларға арналған сабақ мақсаттарын ұсына отырып, біз саралап оқытуды қолданамыз және әрбір оқушының ерекшеліктерін ескере отырып, оқу үдерісіне қатыстырамыз. Қашықтықтан оқыту сабағының жоспары. Шаблонның бірінші түрі. Оқудың мақсаты, сабақтың мақсаттары, кезеңдері мен уақыты, мазмұны, оқу қызметін ұйымдастыру түрлері, тапсырмалардың форматы, АКТ қызметтері мен құралдары. Бұл маңызды деп нені ескеруіміз керек? Оқытудың қандай түрі қолданылатынын, синхронды ма, асинхронды ма, немесе аралас оқыту түрі болатынын оқытуды бастамай тұрып шешіп алған дұрыс. Сонымен қатар оқушылар мен мұғалімнің мүмкіндіктері, оқушыларда гаджеттер мен жеке компьютерлерінің болуы, интернетке қосылу мүмкіндігінің ескерілуі қажет. Қашықтықтан оқыту сабағының екінші шаблоны осындай түрде алсаңыздар болады. Немесе қашықтықтан оқыту сабағының жоспарының үшінші шаблоны мен өзімнің сабақ жоспарымның үлгісін көрсеттім сіздерге. Қашықтықтан оқытуға қандай әдіс тәсілдер алуға болады? Түсіндірмелі иллюстрациялық әдіс. Таныстырым арқылы көрсету үшін суреттерді, сызбалар мен модельдерді, скринкаст және қысқа бейнелі роликтерді пайдаланып, оқушыларға оларды таныстыруды немесе түсініктеме беруді ұсынуға болады. Проблемалық оқыту оқушылардың алдына белгілі бір оқыту міндеттері қойылады. Бұл міндеттерді шешу үшін оқушылар қол жетімді ресурстарды пайдаланып, қажетті ақпараттарды өздері тауып алады. Бағдарламаланған оқыту. Бөлім бойынша оқу мақсаттарын модельдеуге бөлу, уақытты үнемдеу және өлшеу мақсатында оқытуды алдын ала жазып алынған бағдарламалар арқылы жүзеге асыру. Білімлендта немесе учебник, электронды оқулықтар деген бағдарламаларда. Өзара әрекеттік тестік түріне қарай жағымды эмоционалдық ахуалды қалыптастыруға болатынын ойластыру керек. Синхронды оқыту мұғалімнің бір қалыпты жағымды дауыс мәнері, сабырлы күлімсіреуі, оқытудағы интербелсенді құралдарын тиімді қолдануына байланысты болады. Асинхронды оқытуда мұғалімге кері байланысы оқушыларды ынталандыруға қолдау көрсетуге бағытталып, оқушылардың жұмысы туралы жағымды пікірлерден басталуы тиіс. Синхронды оқыту педагог пен оқушының нақты уақыт кезеңінде өзара қарым-қатынастағы оқу әрекеті. Синхронды оқытуда Zoom секцияларында немесе Teams командаларын, WhatsApp'ты немесе
Telegram мессенджерлері арқылы топтастыра қолдана отырып, топтық және жұптық жұмыстарды ұйымдастыруға болады. Асинхронды оқытуда оқушы мұғаліммен ешқандай қарым-қатынаста болмай, білімді өз бетінше меңгереді. Асинхронды оқытуда оқушыларды жұптарға немесе топтарға біріктіріп, жұмыстарын орындап, оның ақпараттары мен нәтижелерімен мессенджерлер чаттарында бірлесіп қолданылатын құжаттарды интерактивті тақталарда өзара қолдануға ұсынуға болады. Материалдар мен тапсырма түрлерін қандай форматта ұсынуға болады? Мәтін, видео, таныстырылым, ойын, вебинар және подкаст түрінде. Тапсырмалардың түрлері: жаттығулар, кейстер, жобалар, деректері толық берілмеген тапсырмалар. Қашықтықтан оқытуға арналған тапсырмаларды әзірлеуде нені ескеру қажет? Нұсқаулық әр қадамды қамтитын егжей-тегжейлі, бірақ онша көлемді болмауы тиіс. Балалардың жас ерекшелігіне сәйкес түсінікті тілмен жазылуы керек. Нұсқаулықта тапсырманы орындау мерзімі, оның қалай тексерілетіні көрсетілгені орынды. Нұсқаулықта оқушы үшін тапсырманы орындау барысында қиындық туындаған жағдайда қалай көмек алуға болатыны туралы ақпарат берілетін болса, немесе оқулықтың бетіне ресурсқа сілтеме, немесе мессенджер арқылы мұғалімге сұрақ қою, немесе сыныптастармен талқылау мүмкіндігі оқушы үшін өте тиімді болады. Нұсқаулық баланың тапсырманы орындап шығуына және мазасыздануын азайтуға көмектесуі керек. Нұсқаулықты маршрут парағы немесе жай ғана қағазға басылған мәтін түрінде де әзірлеуге болады. Кеңестер: барлық жұмысты бірден жүзеге асыруға тырыспаңыз. Қашықтықтан оқыту кезінде қандай мақсаттарыңызға қол жеткізуге болатынын мұқият ойластырыңыз. Қашықтықтан оқытудың ең қарапайым 1-2 құралын таңдап алып, олармен жұмыс істеуді бастаңыз. Бірден көптеген құралдарды қолдануға тырыспаңыз. Қашықтықтан оқыту кезінде сіздің оқу сценарийлеріңіз неғұрлым қарапайым түсінікті болса, оларды ойдағыдай жүзеге асыру және қажетті нәтижеге қол жеткізу мүмкіндігі соғұрлым көбірек болады. Оқытудың жаңа форматына сіз ғана емес, оқушылар және ата-аналары да жаңадан бейімделуде екенін ұмытпаңыз. Сіз сияқты мазасызданатынын есіңізде ұстаңыз. Интернетке қол жеткізу қиын болған жағдайда не істеу керек? Егер оқушыларда интернет жылдамдығы төмен болса, сабақ барысында видео жазбаларды өшіруге болады. Егер интернет белгілі бір уақытта ғана қолжетімді болса, оқушыларға тапсырманы кез келген уақытта қосылуға болатын сервис қызметі арқылы беріңіз. Егер интернет мүлдем болмаса, оқытуды қағаз нұсқадағы материалды қолдана отырып ұйымдастырыңыз. Қажетті материалды басып шығарыңыз. Оқулықтың қандай тарауларын оқу керек екендігін хабарлаңыз. Мұғаліммен онлайн қарым-қатынассыз сабақты өз бетінше оқитын балалардың белсенділігін қадағалап отыру маңызды. Егер мұндай оқушылардың ата-аналары тапсырманы аптасына 1 рет алатын болса, тапсырмаларды бірнеше бөліктерге бөліп беріңіз. Мұндай оқушылар үшін ынталандырушыл тапсырмаларды таңдауға немесе оларды жоба жұмыстарына қатыстыруға тырысыңыз. Назарларыңызға рахмет. Рахмет. Менің материалым осымен аяқталды.